Облыстық білім беру басқармасы әдістемелік орталығының каникулдық мектеп жобасы аясында спорт түрлерінен жарыс өтті. Спартакиадада білім бөлімінің басшылары, сондай-ақ әдіскерлер, мектеп басшылары жалпы алғанда 10 команда жарысқа түсті. Аталмыш шарада облыстық мектептер мен 7 аудан сынға түсіп, 150-ге жуық ұстаз өзара шын мықтын анықтады. Сайыс, садақ ату, үстел теннисі, тоғызқұмалақ, шахмат, волейбол және қол күрес түрлерінен өтті. Атырау облысы білім беру басқармасының әдістемелік орталығының каникулдық мектеп деген жобасы бар. Біз әрбір каникул уақытында, әрбір 90 біткеннен кейін мектеп басшыларын жинап, әртүрлі бағыттағы іс-шаралар ұйымдастырамыз. Өткен күзгі каникулдық мектеп кезінде біз интеллектуалдық ойындар өткізген болатынбыз. Енді осы қысқы каникулдық мектептің барысында біздер спартакиада өткізіп жатырмыз. Біздің осы алғашқы спартакиаданың демеушісі Атырау облысы білім және ғылым саласы қызметкерлерінің кәсіптік одағы. Қышбай Сүндетұлы демеушілік жасап отыр. Бірінші орынға 150 мың теңге, екінші орынға 100 мың теңге, үшінші орынға 75 мың теңге.